Бүгінгі менің ашық сабағым тақырыбы Дина Нұрпейісованың орындаушылық ерекшеліктерімен тікелей байланысты. Бүгінгі ашық сабақтың тақырыбы Дина Нұрпейісованың орындаушылық ерекшеліктерімен байланысты болғаннан кейін біз бүгінгі енді бір сабақ аясында әрине барлығын айтып үлгеру мүмкін емес, дегенмен көп орындалмай жүрген күйлердің бірі көген түпті таңдап алдық. 3-ші курс студенті Багаева Динай. Бұл күйді ешқайда концертке, емтиханға шығарған жоқпыз. Жалпы бүгін нотамен талдап, өзін қарап кел деп тапсырма берген болатынмын. Енді бастайтын болсақ, сабақты бастауға рұқсат етіңіздер. Жалпы Динаймен біз қандай күйлер тарттық Динаға? Динаның мұрасынан? Науайя. Жақында тарттың, осы кербез. Бұл. Жақсы. Жалпы өзің, енді қай өңірдің күйшісі бұл? Мысалы, Дина. Кімнің шәкірті? Тікелей шәкірті, иә. Дина күйлеріне тән қандай ерекшеліктерді айтып өте аласың? Өзің еркін сөзмен айта бер. Қалай ойлайсың? Ну, у Дины у нее вообще свободная игра. И ритм он изменчив. И все у нее күйлер такие более характерные. Айтып өтейін, Динай бізде орыс тобында, жалпы Павлодардың қызы, бірақ күйге деген, домбыраға деген ынтасы өте мықты. Сол себепті өз ойын жеткізе алғанша мен рұқсат беремін әзірше, бірақ қазақ тілін кейде қазақ тобындағы балалардың жақсы түсінеді, айтқан барлығын қағып алады. Сол себепті өте дұрыс айтып жатырсың, Динай. Енді қазір бөлек оның ерекшеліктеріне тоқтамай, біз уақыт алмай қойық, сабақ барысында айтып отырамын. Дәл қазір жалпы көген түптің не мағына беретінін білесің бе жалпы? Не сөз ол, естідің бе? Енді біз қалада өскен, асфальтта өскен балалар, ол көп естімеген де шығармыз, көрмеген де шығармыз. Ауылдың балалары білсе керек. Жалпы өзім де Динаның күйін тартпайынша мен білген жоқпын, ізденіп қарасам өте қызық екен. Жалпы кішкентай балаларға байланысты шыққан ұғым, қазақтың салт дәстүрі, ежелден келе жатқан мына қой, ешкінің төлдері бар ғой, қозы, лақ деген сияқты, соларды көген дейді екен. Яғни мынандай арқан жіпті алып, оларды біреуін бір жағына, екінші жағынан шахматының порядке байлап қояды да, сөйтіп оларды жаңағыдай кәдімгі сауады, құнарлы сүтін алады, және оның мағыналары өте көп, әртүрлі интерпретация жасай береді. Бірақ соның бірі, мысалы, алғаш үйге бала келгенде, қадам басып немесе анасы көтеріп келгенде, үйге бірінші рет келді ғой деп, туған туысқандары қозы немесе лақ сыйлайды екен. Оны көген түп деп атайды. Яғни бұл дәстүр бұрыннан бар, қос үйден құр шықпа деген сияқты. Қуансам баланы қуант, өйткені ол шынайы қуанады. Сол себепті бұл жерде олардың мал жоқтығынан емес, жай ғана көңіл, құрметтеу, баланы құрметтеу. Бұл жерде сондай бір жақсы дәстүр, салт дәстүр жатыр. Мінекей, енді бұл бір нұсқасы, негіз басқа нұсқалар өте көп, мысалы, оны тағы да айта жатамыз. Күйдің өзіне келетін болсақ, сен таңдап келдің, нотамен. Қазір тартып бер басын, бір тыңдап көрейік. Жақсы, рахмет. Жалпы қандай өлшемде жүреді?
2/4, 3/4 ауысады, негізде 2/4. Қағысы қандай? Алма кезек, қарапайым, төмен жоғары қағыс. Бұлай бір қарағанда оңай жеңіл күй сияқты, өзі кішігірім ғана. Бірақ негізі түптеп дұрыстап талдайтын болса, әрбір күй негізі өте үлкен шеберлікті қажет етеді негізі. Мына нотадағы білесің, ол жай ғана қаңқа, ол жай ғана ориентир үшін. Негізі біз міндетті түрде записті тыңдап аламыз, өйткені өзінің орындауында оригиналы бар. Ол бізге не береді? Нотаға бағынбауға, қатты мынандай мысалы синкопалар сен кішкене андай резко алып жатырсың, мысалы. Деген сияқты. Тура нотадағыдай тартып беріп жатсың. Деген сияқты. Ол кішкене қазақтың күйіне жараспайды, сол себепті қазір Динаның өз орындауын үзіндісін тыңдап жүрсек. Асықпай бастайды. Кейбір жеріне тұрып алады, асықпай. Тездетіп жүреді. Мінекей, өзің дұрыс айтып отырсың, жаңа ырғақтары өте жиі ауысады, жалпы жерде жай сегіздің өзін былай біркелкі алып отырған жоқта, кейбір жеріне тездетіп жүреді. Әсіресе буынның аяқталатын жері, бұл Дина стиліне тән нәрсе. Деген сияқты лақтырып жүреді, сосын келесі буын бастайды. Асықпай. Жаңағы синкопалар түсіндің, деген жоқ, жұмсақтау. Оң қолдың білезік буынын лақтырып отырып, қазір да бастайық, ең басын көрші қанекей. Бұдан да жай асықпа. Басы ғой. Оң қолын кең жібер, еркін. Кішкене фаршылақтар қосамыз. Бауырынан жұмсақ. Бір байыппен, бір қалыпты. Ең басы ғой. Қазір, енді қара. Бас буын келе жатыр, Мына жерде кішкене оң қолда тұтып алу қағысы бар, тұншық тұру, яғни деп мына негізгі буын қой, мына соған түсерде кішкене мына шектің тура жоғарыдан емес лақтырып, тура мына шектің жанынан алады. Осы жерді алып көрейікші қазір алдымен. Міне келе жатсың, мына жерден бас буын соңына қарай. Еркін тартып атсын, ешқандай тұтпай. Олай қатты тұншықтырма, үзіліп қалады айтпесе. Па-ми дедің ғой, енді кішкене білдіртпей, қысқа ғана. Сен мынаған алып өтсің, мынаған ал. Бірінші үлеске. Жалпы бұлай ашық шекте таршы қане. Қатты көп сен прям деп тұрып аласың. Білдіртпей, жұмсақ. Аса. Жоқ, бірінші қағасын ғана болды, арға істеме. Қысылып қалмады.
сосын мына жерде мына жай ғана деп біркелкі алмайды, байқасаң записьте кішкене именно осы ашық шекті деп көрсетіп алады. Вот. Тағы да солай. Осы жерде де қайтардық. Деп. Бірақ қатты деп алмай, кішкене кідіріп, аздап. Осы жерде кішкене бөлініп тұр деп резко алып жатсын, олай қажеті жоқ. Десем болды. Жай ғана лақтыра сал. Иә, ары қарай. Сағасы. Мына жерде Айдина ритм жағынан демейді, кішкене сегіздік сияқты алып кетеді. Иә. Асықпа. Осы жерде бір момент деген фаршлаг бар да, лига сияқты. Құр былай емес деген бір кішкене фаршлаг бар. Иә. Ля си и бірден сольге. Сен деп атсың. Жай сиді алып кет. Айдина, сиден кейін бірден соль. Сен ляны алып атсың. Деп атсың да? Иә, қысқа. О. Тағы да? Тағы да фаршлагын шығар. Фаршлагда емес, лига ол. Ля, си, соль. Кәдімгі. Деп соңғы сегіздіктерді кішкене синкопа қосу керек. Синкопа да емес, ол жай ғана ритмді андай өзгертіп, еркін тарту. Қатып қалған сегіздік емес. Кішкене кідіріп. Соңғы мынаған. Доси. Енді мен қатты көрсетіп атырмын, кішкене жұмсарт енді. Қатты нетпеу, акценттер етпеу. Ары қарай. Осы жерде, Айдина мына жерде кішкене тездетеді. Лақтыра саламыз. Екі сегіздік, екі 16-лық болып отыр. Олай емес. Бүтіндей, лақтыра саламыз. Батырын қыра сол жерін. Мына жерде кішкене мына педальді қолдансақ, яғни домбыраның білекпен домбыра қақпағын қысамыз еді, аздап. Тездеттік ол жер дұрыс, иә. Сол бере қойшы. Мына жерде тағы екі фаршлаг бар, әдемі. Жай ғана ми, соль, фа, ми емес. Десең әдемі шығады, естіледі. Бүкіл жерде солай. Ары қарай кеттік. Кішкене педаль ұрмаймыз. Сұрақ қойғандай.
Енді жауап. Жоқ, кішкене андай грубо жатыр да. Деп жатсың да, керек емес. Жай ғана лақтыра салады. Жұмсақ әлдеде. И біртіндеп сен тек қана мимирен ойлап отырасың да, қараш. Дейсің, вдруг аяқ астынан. Жоқ, алдын ала дайындалсайшы, уже мына жерден бастап қазір аяқтайтын білесің. Уже мына жерден кішкене тездеп алға. Иә, ары қарай. Ешқандай андай қатты деп керек емес, тырналап, ешқандай артық дыбыс жібермейміз, жұмсақ қана әдемі. Алдын ала дайындаламыз, тездетуге алдын ала дайындаламыз. Сонда кішкене логично болады, әйтпесе аяқ астынан тездетіп жүресің. Енді осы жер. Жалпы күй құрылымын жаңа айтып өтпеппін. Басында бас буыннан басталады, сосын мына додан басталады ғой әуен. Сол негізгі әуен, негізгі буын деп алатын болсақ, міне, бірінші рет осы басталады, кейін бірінші саға, сосын жаңа негізгі буын екінші рет қайталанады. Кішкене өзгешеліктер бар. Сосын саға жоқ, бірден үшінші негізгі әуен тағы қайталанады. Бірақ бұл жерде өзгешелік, бұл жерде асықпай тұрып алады. Басқа жерлерге қарағанда. Мысалы, бірінші рет, екінші рет олай тоқтамайды. Үшінші ретінде прям қатты акцент беріп тұрып алады, Сосын екінші саға орындалады, сонымен күй бітеді. Қанекей, осы үшінші негізгі буынды ойнайық қазір, асықпай. Аха, енді қара. Та-та-та-та-та-та-та деп атсың ғой, а бұл жерде мынағанда кішкене керек акцент. Мынаны жай ғана лақтыра саламыз. Енді қара, бірінші ми фа фа ми, асықпай алдық. Екінші ми фа фаны уже тезірек. Өйткені аяғына келе жатырмыз, Бірден асығып кеттім, жүгірмей алған. Сол темпте. Мына фаршлактарды алып отыр, Қатты болай емес, азғантай. Қатты білінбесін. Мына аяқтауларын кішкене записпен отырып бірге тарту керек, Мына жердегі триольді сен қалай алып атсың? Тарарарам-пам деп атсың, Негізі. Осылай, жай ғана. Бауырынан мойнына қарай тартты осы жерде. Ешқандай батырмай. Осы жер кішкене үйлеспей тұр, соңғы аяқтайтын жерлері. Қане тағы да. Кішкене арасын ашшы. Жақындады, бірге ойнайық. Қанекей, добрый ми. Ары қарай сағас. Асықпа. Бұл жерде уже асықпай деймін. Тарта бер. Сағада мынадай бір тоқтайтын жерлері бар, кідіріп тысқарып беріне миге дейін барады.
мысалы сол темппен кетіп қалма деуге болмайды. Кішкене алдын ала дайындаламыз. Деп дайындықпен алдын ала асықпаймыз, жайлатамыз. Сосын асықпай тұрып аламыз. Бағанағы фаршлакты ұмытпаймыз. Тоже кішкене ритм ровный емес. Деген жерде алға даже кішкене тездетеді осы записін тыңдағанда. Деп акцентпен лақтыра салады мына жерін. Қанекей. Сосын мына жерде тоқтап қалатын жері бар. Тоқтау деп жазып қояйын. Мысалы. Деп аздап. Қанекей тағы да сағасын көрік. Міне осы жері ғой. Қазір. Кішкене мына тұтпа қағысты аздап қосу керек. Мұнда тоқтау бар. Та-та-там. Лақтыр жер. Иә, Динаға тән ерекшелік. Кішкене азға тез. Мынаны там-пам деп созба. Акцент бер кішкене. Мына тіпті сұқ-сақ емес, мына үшінші саусағымен де алсаң болады. Жалпы Динаның орындаушылығында бүкіл саусақпен де тарта береді бір уақытта, немесе бір ғана сұқ саусақпен, немесе тіпті шынашақпен де тартады. Әр кезде әрқалай қағыстың бояуларын өзгерте береді. Сол себепті соны қолдану керек. Тек қана сұқ саусақпен бас бармақ емес, мына үшінші саусақты да қолдану. Сонда жұмсақтау әдемірек шығады. Мынамен лақтырып көрші Қанекей. Ары қарай. Фаршлак алып кел. Асықпа бірден деп алға жүгіріп кетесің. Сол бірінші екпін. Тарсыл байқайсың өзің? Тарсылар кетеді кейде. Міндетті түрде мойнына, тіпті мойнына қарай тарта керек, жұмсақ. Көгентік деген жай ғана былқылдатып тартатын кей ғой. Мына жерде фаршлактар қосамыз, е? Сонымен қазір өзің бір рет тартып бер. Не түсіндің, қалай түсіндің, жалпы сұрақтарың бар ма? Барлығы түсінікті ме? Бұл жерде енді записті көп тыңдау керек, сонда бойыңа сінеді, ориентир болады. Жаңағыда айтқандай саусақтың қағыстарды келтіру керек, әртүрлі бояу болу үшін. Мына нені қолдану керек педальді. Сосын тұтпа қағысты алып кішкене үйрену керек. Шықпай жатыр кішкене әлі. Көп бүкіл жерде қажет емес, кейде. Мысалы, деген жерлерде. Миді именно деп алсаң, әдемі шығады да. Қане. Қысқа. О-о. Бауырынан жұмсақ.
басынан көрейік, енді аяғына дейін бір рет тартып бер. Тездетулерге алдын ала дайындалып отыр, иә? Қатты вибрация алма, азғантай ғана жетеді. Саусақтың ұшымен. Аккурат, оқып та аламыз. Асықпа. Та-та-та-та-та-та. Кішкене кідіріп. О. Та-та-там. Лақтыр. Вот, асықпаймыз. Тездетеміз. Әлі жұмсақтау, иә? Вибрацияны жай ғана аламыз. Қатты езбе. Енді үшінші рет отырып ал. Та-там. Та-тай, та-та. Екінші рет. Та-та-та-та-та-там. О, асықпа, бірінші екпін. Ішіңнен әндетіп отыр. Қатты не болып кетпесін, разница. Аккуратно. Көп отырып қалмаймыз. Та-та-та-там. Бұда да көп емес, жай ғана дем аламыз. Та-та-та-та-там. Та-та-там, тездету. Әлде де. Та-ра-та-та-тай. Та-та-та-та-там. Жақсы, ретке келіп қалды. Жақсы. Енді үйге тапсырма осыны әбден көп тарта беру, тыңдау записпен және оң қолда мынаны өзің байқап көр, былай да тартып көр, қалай әдемілік естіреді. Сосын форшлактардың бәрін ал, мен айтқан лигаларды ұмытып кетіп отырсың жаңа. Сонда піседі, жақсы еді. Осы енді сұрақтарың бар ма? Барлығы түсінікті ме? Сізге көп рахмет. Назар салып тыңдағандарыңызға. Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақ болса, иә.